Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін тіс ауруын үй жағдайында қалай емдеуге болады, соны айтатын боламын. Тіс ауруы аяқ астынан басталып, әп-сәтте әбіржітіп қоятыны бар. Тіс ауырғанда жедел жәрдем шақыра алмайсың, жүгіріп тіс дәрігеріне де бара алмайсың. Өйткені тәулік бойы жұмыс істейтін стоматологияның өзі саусақпен санарлықтай. Алдыменен тіс не үшін ауырады, соған шолу жасап өтейік. Тістің аяқ асты ауруына бірнеше себеп бар. Бұл тіске кариестің түсіп қажалуынан немесе эмальдің әлсіреуінен пайда болуы мүмкін. Оның пайда болуы бірнеше себептерге байланысты. Тәтті тағамдар мен газдалған сусындарды көп мөлшерде пайдалану, сағызды ұзақ шайнау, тіс күтіміне салғырт қарау, тіс ауруларын алдын алмау, тағы да сол сияқты. Тістің ауырғаны ең әуелі жүйке жүйесіне әсер береді. Ол суық, ыстық, тәтті, қышқыл тағамдарды жеген кезде және ауа тигенде сезіледі. Содан кейін температура көтеріліп, ұйқы қашып, бас айналып, адамның бет-жүзі ісіп кетеді. Сондықтан да тіс ауырған кезде әрбіріңіздің үйіңізден табылатын мына ғажайып заттарды дәрі ретінде қолдансаңыз болады. Сонымен үй жағдайында қалай емдеу керектігіне назар салыңыз. Бірінші, тұз бен йод. 1 стакан жылы суға 1 шай қасық ас тұзы мен 7 тамшы йод қосасыз. Тұз ерігенше жақсылап араластырыңыз. Дайын болған емдік сумен ауыз қуысын шаясыз. 1 шайғаннан ақ тістің ауырғаны басылады. Емді күніне 3 рет қайталайсыз. Екінші, су мен сода. 1 стакан қайнаған жылы суға жарты шай қасық ас содасын араластырып, аузыңызда шайыңыз. Бұл тістің ауырғанын басады. Қызыл еттің қабынуын емдейді, әрі ауыздағы жағымсыз иістің жоғалуына септігін тигізеді. Үшінші, қызылша шырыны. 1 дана таза піскен қызылшаны шырын сыққыштан өткізіңіз. Дайын болған шырынның 1 жұтымын ұрттап аузыңызда бірнеше минут ұстап тұрыңыз. Бұл да тіс ауруына ем болады. Ал егер қызыл иек қанап жүрсе, онда қызылшаны жіңішке етіп турап, қызыл иегіңізге қоясыз. Төртінші, мумия. Кез келген дәріхана сөрелерінен табылатын мумия ертіндісінің де тіс ауруына ем болатын қасиеттері бар. Ескеріңіз, мұны кішкентай балаларға қолдансаңыз, пайдасы көбірек болады. Достар, егер видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.